Тариф жоспарын бір жылға келісімшартпен қосып, революциялық пайда алу керемет қой. Ал оның келісімшартсыз тарифтен несі артық? Фактімен айтайық. Ең алдымен көлемі үшін жеңілдік. Көбірек аласың, азырақ төлейсің. Екіншіден бағасы арзан, көтерілмес ешқашан. Құны оның өзгермес, зіл темірші көтермес. Валютада баса алмас, көрінбес күште ала алмас. Көтеретін уайымда жоқ. Бірақ екі жақты кепіл беруге тиіс. Яғни абонент мерзімінен бұрын шартты бұзса, алған шегерім сомасын қайтарады. Мысалы, ультра тарифінің бір айлық құны міндеттемесіз 9499 теңге. 36 айға келісімшарт жасаған абонент айына 7999 теңге төлейді. Яғни пайдаланылған әрбір айға 1,5 мың теңгенің шегерімін алады. Осы соманы қайтару керек болады. Демек, келісімшарттың толық мерзіміне емес, қызметті нақты қолданған кезеңі үшін ғана қайтарым жасайды. Егер абонент негізді түрде бас тартып отырған болса, мысалы жаңа көшіп барған жеріне бұл тарифті көшірудің техникалық мүмкіндігі болмаса, онда шегерім сомасын қайтарудың қажеті жоқ. Бұл орынды. Қазақ Телеком, жоғары сапа, революциялық баға.